Саламатсыздар ма, әріптестер? Қалдарыңыз қалай, жақсыздар ма? Көптен бері бір видеомен бөліспей кетіп едім. Так, бүгін мен қазір мына Canva сервисінде отырмын. Осы жерде қажетті дүниелердің барлығын салып, мына бір тапсырыс бойынша жұмысты аяқтаған едім. Енді мен бұны PDF форматта жасап беруім керек. Сол үшін мен Canva'да қалай жасаймын? Мінекей, мына жерде книжный форматта мен осындай мәліметтердің барлығын салып, жинақтап жасаған болатынмын. Енді мен бұлардың барлығын алып, PDF форматқа ауыстырып беруім қажет. Canva сервисінде әртүрлі форматта жұмыстарды сақтауға болады. Ол үшін не істейміз? Дайын жұмысты алып, поделиться деген мына оң жақта тұр ғой, бұрышында. Соны басамыз. Одан кейін мына жерде скачать деген тұр ғой. Скачатьты басамыз. Осы жерде мінекей тип файла дейді. Осыны ашамыз да, бұл жерде JPEG форматында, PNG-ге ауыстыруға болады, PDF файлда, PDF именно печать етуге арналған, мынау SVG-ға, MP4-ға ауыстыруға болады. Мынаны как видео сияқты көрсететін қылып. Енді мен бұл жерде PDF деген мына стандартный тұр ғой, соған ауыстырамын. Барлығы 25 бет екен. Осы кейбір жерінде басылмай тұрады. Мен сохранить дегенді дайындап қойған ба, ана по умолчанию қойып қойған. Сосын скачать дегенді басамын. Мінекей. Қазір менде жүктеліп жатыр. Немесе бұны копировать деп, осының сілтемесімен бөлісе аламын жаңағы адамға. Сосын өзі Canva'да әрі қарай өзі қарап әрі қарай жалғастыра беруіне де болады. Мінекей, менде жүктелді. Мендегі PDF форматында осындай жұмыс шықты. Бүгінге осы. Рахмет назарларыңызға.